Бай кәсіпкер Хикмет Тархун ауыр дертке шалдыққанын біліп, өмірінің көп қалмағанын түсінеді. Өлмес бұрын ол отбасының болашағын ойлап, жауапкершілікті сезінбейтін ұлы әмірдің отбасылық бизнесті қолға алып, үйленуін қалайды. Хикмет болашақ келін ретінде өзінің қарындасының қызы Райханды таңдайды. Райхан ауылда өскен, қарапайым әрі мейірімді, жақында анасынан айырылған жетім қыз еді. Хикмет оны әмірге жақсы жар, сондай-ақ сал болып қалған қызы Сунаға қамқор бола алатын жан деп санайды. Райхан Хикметтің ұлын мүлдем танымайды. Ол алғашында тұрмысқа шығудан бас тартады. Алайда Хикметтің ауыр науқас екенін және бұл оның соңғы өтініші екенін білген соң, оған аяушылық танытып келісімін береді. Бірақ Джавидан ауылдан келген Райханды жақтырмайды. Ол кешке қонақтарды шақырып, Джемрені болашақ келінім деп жарияламақ болған еді. Алайда Хикмет барлық қонақтардың алдында Райханды өзінің болашақ келіні ретінде таныстырады. Джавидан күйеуіне қатты ашуланып, ауылдан шыққан қызды ұнатпай, бұл некеге үзілді-кесілді қарсы болады. Ал әмір еркін өмірді жақсы көретінін айтып, әкесіне үйленгісі келмейтінін ашық білдіреді. Әмір Райханға жасырын түрде ақша беріп, оны ауылына қайтаруға тырысады. Алайда Райхан ақшадан бас тартып, оны әмірдің бөлмесінде қалдырады. Кейін әмір Португалияға қашпақ болады, бірақ досы Зафер оны бұл ойынан айнытады. Әмір әкесімен тағы да сөзге келеді. Бұл жолы Хикмет ұлын Райханға үйленуге көндіреді, себебі әмірдің жасаған қателіктері шектен шығып кеткенін айтады. Анасы әмірдің қандай шешім қабылдайтынын тағатсыздана күтеді. Ұлының үйлену туралы шешімі барлығын таң қалдырады. Ақыры әмір Райханды қабылдайды, ал Райхан үшін қараңғы күндер басталады. Джавидан бұл некенің алдын алу үшін бар күшін салуға бел буады. Алдымен ол әмірмен сөйлеседі, бірақ одан теріс жауап алады. Содан кейін Райханға қысым жасай бастайды. Джавиданның ойынша, Тархун әулетінің келіні ауылдан шыққан қарапайым қыз емес, қалада өскен бай әрі беделді Джемре болуы керек. Джемре де қарап қалмайды. Ол Райханға әмірді қаншалықты сүйетінін айтып, өз сезімін ашық білдіреді. Соған қарамастан, Райхан Хикмет ағасына берген уәдесін бұзбай, бұл жолдан таймайды. Ал әмір әкесінің алдында абыройлы болып, оның денсаулығы үшін өз шешімінен кері қайтпайды. Барлық кедергілерге қарамастан үйлену тойы өтеді. Райхан мен әмір ресми түрде ерлі-зайыпты атанады. Джавидан Райханды құттықтағансып, оның құлағына сыбырлап, тозаққа қош келдің дейді. Бірақ Райхан сабыр сақтап үнсіз тұрады. Тойдан кейін әмір мен Райхан бал айына барғысы келмейді. Ал Хикмет жас жұбайларды оңаша қалдыру үшін әйеліне Улудаққа қыдырып келеміз деп айтады. Джавидан қарсылық білдіргенде, Хикмет оны үйден қуып шығамын деп қорқытады. Джавидан амалсыз келісіп үшеуі қыдырып кетеді. Әмір мен Райхан үйде жалғыз қалады. Бірақ ол неке түнде Райханға жақындамайды. Таңертең Райхан әмірдің әйелі ретінде таңғы ас дайындайды. Екеуі үнсіз таңғы ас ішеді. Алайда әмір Райханның мейірімділігі мен көнбістігі оның ашуына тиеді. Өзі сүймейтін қызға үйлендірген әкесіне ашуланған әмір көшеде бір адамды ұрып, полиция бөлімшесіне қамалады. Зафер досы жәбірленушіге ақша ұсынғанымен, ол оны қабылдамай, әмірді сотқа беретінін айтады. Райхан өзі бөлімшеге келіп, жәбірленушімен сөйлесіп, оны арызын қайтарып алуға көндіреді, әмірді босатып алады. Райханның бұл әрекеті оны қатты таңғалдырады. Алайда әмір Райханнан ажырасуды сұрайды. Бірақ Хикметтің айтуымен Райхан ант берген еді. Ол әмірге әкесінің науқас екенін айта алмай үнсіз тұрады. Райханның үнсіздігінен жалыққан әмір, сені ешқашан өз әйелім ретінде қабылдамаймын деп серт береді. Хикметтің бауыры Кемал адвокат болып жұмыс істейді. Оның сөйлемейтін қызы бар. Кемал қызына күтуші іздейді, бірақ ешбірін қызына лайық деп таппайды. Ал Лейла есімді қыз байлардың үйлеріне ұрлық жасап күн көреді. Сол түні ол Кемалдың үйіне ұрлыққа түседі. Кездейсоқ қыздың бөлмесіне кіріп, масалды көріп, оған жанашырлық танытып, үстіне көрпе жауып қояды. Сол сәтте Лейла масалдың анасына тиесілі шаш қыстырғышты басып кетеді. Масал оянып, әке деп айқайлайды. Кемал қызының дауысын алғаш естіп бөлмеге келіп, ұрыны көреді. Ол Лейланың жалынуына қарамастан, оны полицияға тапсырады. Алайда кейінірек қауіпсіздік камерасының жазбасын көрген Кемал қызын бұрын соңды болмағандай бақытты күйде екенін байқайды.
Осыны түсінген әке өз шағымын қайтарып алып, Лейлаға бала күтуші болып жұмыс істеуді ұсынады. Лейла бұл ұсынысты қабылдайды, себебі Кемал оған қомақты жалақы ұсынады. Джавидан Джемреге хабарлама жазып, Райханды Әмірден ажыратуды ұсынады, бірақ Джемре Әмірдің заңды әйелі барын айтып, оны тоқтатады. Хикмет ұлына Райханды қыдыртып, кешкі асқа апаруды тапсырады. Әмір сылтау айтқанымен әкесі оны жұмыстан ерте қайтуға мәжбүрлейді. Джавидан үй қызметшісі Нигарға Райханды үйден шығару үшін чемоданын жинауды бұйырады. Лейла Кемалда жұмыс істей бастайды. Оны әкесіндей қолдаған адам шын мәнінде Кемалдан кек алу үшін Лейланы пайдаланғысы келеді. Оның мақсаты Кемалдың байлығын тартып алу. Лейла масалды күлдіруге тырысады, ал Шехрие оған қыздың анасы кеткеннен бері тұйық екенін айтады. Джавидан үйде ешкім жоқта Райханды сұр жылан деп үйден қумақ болып чемоданын лақтырады. Райхан Хикмет мырзаға берген сертін есіне түсіріп, киімдерін чемоданға сала бастайды. Джавидан оны кетіп қалады деп ойлайды. Алайда Райхан қайтадан үйге кірмек болады. Ашуланған Джавидан оны ұрмақ болады, бірақ Райхан оның қолын ұстап, өзін қорғап үйге қайта кіреді. Джавидан бұған қатты таңғалады. Райхан бөлмесіне кіріп есікті іштен жауып алады. Джавидан оның артынан барып, есікті ашуын талап етеді. Райхан есікті ашпаған соң ол Нигардан қосалқы кілтті алып, бөлменің есігін ашады. Ол тағы да Райханды қорлап, қуып жібермек болады. Райхан енесіне, мен Тархун әулетінің келінімін, Хикмет мырза бұл ісіңізді білмейді, білсе бұлай жасамас едіңіз дегенде, Джавидан одан сайын ашуланып, мені қорқытпақсың ба деп Райханның қолынан сүйреп, итеріп жібереді. Райхан қабырғаға басын соғып, иесінен танып жерге құлайды. Бұған Джавидан мен Нигар қатты шошып қалады.